Кино бұл өнер түрі ғана емес, сонымен қатар өмір шындығын көрсететін сала. Бұл видеода 90-шы жылдардан бастап бүгінге дейінгі қоғам мәселесі отандық сериалдарға қалай әсер еткенін талдайтын боламыз. Перекресток. 90-шы жылдар Кеңес одағының боданында болған барлық ел үшін қиын кезең. 1999 жылдың соңында Қазақстан халқының 43%-ның тұрмыс жағдайы нашарлады. Осы оқиғаның барлығы мәдениет пен кино әлеміне әсер етпей қоймады. Сол уақытта жарық көрген сериалдың бірі Перекресток. Туындыда 90-шы жылдардағы Алматы тұрғындарының өмірі мен таптық теңсіздік проблемасы көрсетіледі. Ағайынды. 2008 жыл дүниежүзілік экономика дағдарысы Қазақстанды да айналып өтпеді. Доллар 170 теңгеге көтерілді. Адамдар жұмыссыз қалып, болашаққа сенім азайды. Осы кезде қоғам мәселесін көтерген Ағайынды сериалы экранға шығып, көрермен назарына ілікті. Сериал 1996 жылы еңбекші ауылындағы ағайынды 3 жігіттің өмірін, келешекке көзқарасын әңгімелейді. Режиссер Ақан Сатаев картинаның алғашқы сериясынан ақ сол жылдағы қоғамды көрсетеді. Дәстүрлі отбасы, патриархал еркек, ошақ қасындағы ана, қарт әке-шешесі үшін ауылда қалған кенже бала, ішімдіктен жұбаныш тапқан көрші. Сондай-ақ ауыл тіршілігіне мүлдем қарама-қайшы қала өмірі. Побег из аула. 2010-11 жылы елде дағдарыс бітіп, экономика жақсарды. Кино индустриядағы қылмысқа толы драмалардың орнына комедия жанры келді. Дәл сол сәтте режиссер Нұртас Адамбай түсірген «Побег из аула» комедиясы кеңінен танылды. Сериалда күні бойы футбол ойнап, төбелес шығарып, қыздарға орынсыз қырындап жүрген шалғайдағы қолы бос ауыл жігіттерінің образы көрсетілген. Вузер. 2014 жыл Қазақстан жастары үшін сәтті жыл. Елдің ірі әрі әсем екі қаласы Астана мен Алматы жастардың қаласына айналды. Үлкен қалаға оқуға келген жас қыз жігіттердің өмірі, махаббаты мен шытырман оқиғалары туралы Вузер сериалы түсірілді. Я төлеген, где-то не төлемеген. В общем. Көршілер. 2015 жылы елде біраз өзгеріс болды. Рубль бағамы 3 теңгеге төмендеді, ал доллар 2 есе өсті. Қазақстанда жаңа тұрғын үй бағдарламасы аясында 1,5 миллион шаршы метрлік баспананың салынуы көршілер сериалының жарық көруіне себеп болғандай. Комедия жанрындағы сериалда көршілердің күнделікті өмірі мен қарым-қатынасы баяндалады. Кинокартина идеясы ғалым әйел үй шаруасына пысық болуы, студент қыз ерте тұрмысқа шығуы, ал ер адам отбасының барлық мәселесін шешуі қажет деп дәріптейді. Қыз жолы. 2015 жылы көршілермен қатар Қыз жолы сериалы жарық көреді. Әдетте, әлем және қазақстандық фильмдерде ер адам образы алға шығатын, бірақ кейінгі жылдары әйел бейнесін көрсету үрдісі байқалады. Қыз жолының ерекшелігі әйелдердің бас кейіпкер болуы. Картинада 3 жас қыз өмірде жетістікке жетуге, бақытты отбасы құруға тырысады. Сериал қазақ дәстүрі, әдеп нормасы мен ата-ана пікірінің маңызын көрсетеді. Авторлардың айтуынша, жастарды тәрбиелеу элементін пайдалану арқылы өмір ақиқатын көрсетуге болады. Қарлығаш ұя салғанда. 2018 жыл Астана Хаб технопарк ашылды. Электрон форматта құжат реттеу басталды. Ал әлеуметтік салада бұл жылы феминистер белсенді болды. Қарлығаш ұя салғанда сериалында 32 жастағы бикеш 3 қызы бар көршісіне тұрмысқа шығады. Тақырыбы сол отбасы, махаббат және қарым-қатынас. Бірақ бұл туындының басқалардан ерекшелігі феминист көзқарас пен әйел мінезінде эмансипация белгілерінің айқын сипатталуы. Бұл сериалдар степ ұсынған топтама. Ал сіздің сүйікті сериалыңыз қандай? Біздің YouTube арнамызға жазылып, видеоға лайк басып, пікір қалдырыңыз.